Баршаңызға сәлем, сіздермен компьютермен жұмыс ету барнасы және де мен қайып берген жатыра. Бүгінгі видеода осындай слайдын жасау жолымен бөлісетін боламын. Егер де қызық болса, видеоның соңына дейін көріңіз, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Бұл слайдты жасау үшін бізге қарапайым PowerPoint қажет. Осында вставка бөліміне өтеміз. Фигураның ішінен керекті фигураны таңдаймыз да, мышканың сол жақ батырмасын баса отырып, төмен қарай жылжытып, осы фигураны қойып аламыз. Одан кейін мышканың оң жағын басып, копировать етіп, одан кейін вставить етсек болады, немесе Ctrl-C және де Ctrl-V комбинациясын пайдалана отырып, осылай фигураны көшіріп, қайтадан қоятын боламыз. Осы беттің соңына дейін қоямыз. Осылай біртіндеп қойып отырмас үшін біз мына белгіленген мысалы төртеуін алайықта, барлығын бірге белгілейміз, қайтадан копировать и вставить деп, осылай төртеуін бірге қойып жіберсек болады. Мінекей барлығын қойып алдық. Енді екі шеткі фигураны Ctrl кнопкасын баса отырып, осылай белгілеп аламыз да, жанындағы төрт дөңгелекті баса отырып, осылай жылжытып, көлемін өзгертеміз. Дәл солай енді келесі фигураларды таңдап, яғни екі жағы да бірдей шығу үшін осылай екеуін бірге белгілеп алып, көлемін өзгертетін боламыз. Ал енді жай қарап отырмай, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, ұнаса пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, әрі достарыңызбен міндетті түрде бөлісе отырыңыздар. Барлығын реттеп алғаннан кейін, мышканың сол жақ батырмасын баса отырып, барлық фигураны белгілеп аламыз. Жоғарыдағы формат фигуры деген жерге барамыз. Контур фигуры, осы жерде нет контур дегенді белгілейміз. Одан кейін мышканың оң жағын басып, группировать, оның ішінде группировать дегенді басып, барлық фигураны бір фигураға айналдырамыз. Одан кейін осы жерге мышканың оң жағын басып, формат фигуры дегенге барамыз. Мінекей мына жерде заливка деген тұр. Осының ішінде рисунки и текстура дегенге барамыз. Вставить дегенді таңдаймыз. Из файла дегенге барып, осы сіздің компьютердің ішінде тұрған, өзіңіз қалап тұрған суреттің біреуін таңдайсыз. Вставить дегенді басқаннан кейін бізге суретіміз шығады. Көлемін өз қалауыңызша өзгерте аласыз. Одан кейін сол жақ шетте слайд беттерін көрсететін тұсқа қарай өтеміз. Бірінші слайдқа барып, мышканың оң жағын басып, дублировать слайд дегенді таңдаймыз. Сол кезде дәл осы слайд екінші рет қайталанады. Енді бірінші слайдты таңдаймыз да, мынаның ең төмен жақта плюс-минус деген батырма бар, соны минусты баса отырып, мына біздің фигурамызды сіз қалаған жерге қарай осылай ауыстырамыз. Мінекей мен көлемін кішірейтіп барып ауыстырдым. Енді екінші слайдқа өтеміз. Переходы деген жерден трансформ деген таңдаймыз. Сол кезде біздің слайд мінекей осылай көрінетін болады. Осы секілді креативті слайд жасау жолын үйренгіңіз келсе, менің каналыма өтіңіз. Мысал ретінде дәл осы видеоның сілтемесін описание бөліміне қалдырамын. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер, алда көптеген практикалық жұмыстар шығатын болады.